Ассалаумағалейкум оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Осындай таңғы ас дайындаған болатынмын. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Жасап көріңіздер, видеомды соңына дейін қарап, жасап көруді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Осындай нанымыздың ортасын кесіп аламын. Себебі менде сковородка кішкентай, бұл нан сыймайды. Егер сіздерде үлкен сковородка болса, осы нанмен жасай беруге болады. Бұл жерде бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сковородкамызға майымызды құйып қыздырамыз. 2 жұмыртқамызға тұз бұрышын салып, сковородкаға саламыз. Одан кейін видеода көріп тұрғандай жасап салып шығасыздар. Міне достар, таңғы асымыз дайын болды. Өте дәмді, тойымды тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Алдағы уақытта көптеген видеолар салатын боламын. Пікір қалдырып, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Ассалаумағалейкум.